Саламатсыздар ма? Менің есімім Туткушев Алмаз. Мен Қостанай білім инновация лицейінде тәрбиеші болып жұмыс атқарамын. Сіздерге қоятын бір сұрағым бар. Ең алғашқы $100 неше жасыңызда таптыңыздар? Енді жауаптар әрқалай келуі мүмкін. Кейбіреуіңіз 15 жасыңызда, кейбіреуіңіз 20 жасыңызда, ал кейбіреуі кеше ғана $100 таптым деуі мүмкін. Жауап әрқалай. Мен болсам, өзім $100 өте кішкентай кезімде таптым. Шынымен де осылай еңбектеніп, терлеп, терім шығып солай таптық. Енді қалай? Енді ойлап жатқан шығарсыздар көпшілігіңіз. Бұл бала кішкентай кезінде сүндетке отырғызылып, алғашқы $100 солай тапқан шығар-ау деп. Бірақ та олай емес. Қалайша бұл бала кішкентай кезінде ақша тауып жүр деген сұрақ туындап тұр. Еще еңбектеніп, терлеп деген сияқты. Жалпы менің домбыра тартып, ән айтып, терме орындайтын қабілетім бар. Кішкентайдан бері осы жиын тойларда, туған күндерде өзімнің өнерімді көрсетіп, халықтың ыстық ықыласына бөленіп келе жатырмын. Жалпы енді басында айтып кеткендей, алғашқы $100 кішкентай кезімде таптым. Сол $100 қалай тапқаным туралы бір оқиға сіздерге айтып берсем. Бірде сабақта отырмын, бастауыш сыныпта болу керек. Апайымыз сабақ беріп жатыр. Кенетте бір ауылымыздың бір сыйлы ағасы, үлкен ағасы сабаққа кіріп келді, мені апайдан сабақтан сұрап алды. Мені сосын шақырып алды. Алмаз, мына кел. Мен қасына бардым, сосын маған ең алғаш қойған сұрағы, домбыраң қайда? Мен түсінбей жатырмын. Бұл кісіге менің домбырам не үшін керек деген сияқты. Мен сосын үйде дедім. Онда сен тезірек үйіңе бар, тез кейін көрші ауылда маңызды бір жиын болады, сол жаққа барып, сен домбыраңмен ән айтуың керек деген сияқты әңгіме айтты. Мен жақсы ағатай, болды, келістік дедім. Одан кейін сол жиын тойға бардық, әнімізді айттық, термемізді орындадық, барлығы жақсы керемет өтті. Кетерімізде енді қолыма отырып тұрып бір дорба ұстатты. Дорба деген сарқыты ғой. Үйіме бардым, сол сарқытты дорбаны үйдегілерге бердім. Енді үйдегілер оның ішін ашса, үлкен сыйлық қонаққа беретін ет мүшелері бар ғой. Соны маған салып жіберіпті. Сосын үйдегілер маған прикол ұстап, өзің кереметсің ғой, кішкентай болып, авторитет болып жүрген деп қояды. Бір күліп алдық. Жалпы енді менің ең алғашқы $100 тапқаным осы жиын тойда еді. Жалпы мен сіздерге құралақан келгенім жоқ, кішігірім өнерімді сіздерге паш еткім келіп тұр. YouTube арнасынан көретін көрермендерге айтарым, бұны мен әңгімем әлі біткен жоқ, домбырадан кейін тағы да бір қызық әңгімелер болады. Өшіріп тастамаңыздар. Жайлауында жүрген жігіт бағып қой, дос келді деп жасап жатыр нағыз той. Алғашқы рет көріп тұрсың сен оны, нағыз қазақ осы міне танып қой. Алғашқы рет көріп тұрсың сен оны, нағыз қазақ осы міне танып қой. Сәйгілікті қиыржалы таралған сүйетұғын қазақ осы қараңдар. Қазақ осы күй шығарып ән салып, көкпар тартып қыз қууға жаралған. Қазақ осы күй шығарып ән салып, көкпар тартып қыз қууға жаралған. Қазақ осы дала дейтін, күн дейтін, қазақ осы өнер алды тілдейтін, қазақ осы қарасын ба, ақсын ба, қоңырсын ба, жадырқауды білмейтін. Қазақ осы қарасын ба, ақсын ба, қоңырсын ба, жадырқауды білмейтін. Қазақ осы көргенінен танбайтын, той думансыз оты түзу жанбайтын. Қазақ осы алудай ағалатын, ал беруден алдына жан салмайтын. Қазақ осы алудай ағалатын, ал беруден алдына жан салмайтын. Рахмет. Жалпы мен өзім солтүстік өңірдің тумасы болғандықтан, нақты айтқанда, Петропавл қаласы, Николаевка селосында дүниеге келдім. Шыны керек, біздің ауылда домбыра тартатын түгілі қазақша сөйлей алатын адам санасы. Сондықтан болар кішкентай кезімнен бастап осы халықтың ыстық ықыласына бөленіп келе жатырмын. Мынадай жайттар да болады. Мысалы, ауылда жиын тойлар немесе туған күндер болған кезде, кім қайда, Алмаз қайда, Дулаттың баласын шақырыңдар деген сияқты әңгімелер өте жиілеп кетті.
Шынымен де енді өтірік айтпай ақ қояйын, енді кішкентай кезімде ақшаға қызығып, сол енді қызық қой, сол үшін үлкен бір мотивация ретінде сондай жиын-тойларға баратынбыз. Енді өздеріңіз ойлап қараңыздар, мен кішкентай баламын, қалтамды ақшаға, дорбамды сарқытыма толтырып береді. Одан басқа не керек кішкентай балаға? Бірақ та өсе келе, есейе келе өзіме сұрақ қоя бастадым. Неге? Не үшін осындай ситуация менің өмірімде орын алып жатыр? Неге менің сыныптастарым емес, олардың да жақсы таланттары бар? Неге именно мен деген сияқты? Көп ойландым, ары ойландым, бері ойландым. Соңында түсінгенім, әр ел өзінің ұлттық құндылықтарын, ұлттық өнерін өте қатты жақсы көреді. Қазақ халқы да одан тысқары емес. Мынадай сөз бар ғой, нағыз қазақ емес, нағыз қазақ домбыра деген сияқты. Бұл жерде қазақты қазақ қылып өзгешелендіріп тұратын ол оның домбырасы. Яғни, қалай айтсам екен, домбыра ұлттық өнер деген ол біздің ДНК-мызда бар дүние сияқты. Мынадай сөз бар ғой, қаны тартып тұрады деген сияқты. Шынымен де, мысалы, бір жерде домбыра тартылып жатса, немесе бір жерде көкпар ойнатылып жатса, немесе бір жерде қазақ күресі болып жатса, немесе бір жерде айтыс болып жатса, делебеміз қозып, намысымыз оянып, ерекше бір сезімде боламыз, иә ғой? Барлығын ойлана келе, сыйлы болып жүргенімнің мағынасы ол осы ұлттық өнерді дәріптеп, яғни домбыраны тарту арқылы осы ұлттық өнерді дәріптегенімнен екен. Сосын тағы да мынадай бір сөз бар. Ықылас риядан өтеді деген бір сөз бар. Яғни, ізгі ниет бірден келмейді. Яғни, көш жүре түзеледі деген сөз бар. Яғни, менде де осындай нәрселер орын алды. Кішкентай кезімде енді бағанағыдай айтқандай мотивация үшін деген сияқты әңгімелер болды. Бірақ та өсе келе, шынымен де ұлттық өнер, домбыра тарту, ұлттық құндылық деген сияқты нәрсе, ол үлкен жауапкершілік. Соңында айтқым келгені, мысалы, менің өзімнің мамандығым мұғалімдік. Бірақ та мен осы жауапкершілікті кішкенен де болса түсіне бастағандықтан кейін осы ұлттық өнерді өмірде қатар ұстауға тырысып жатырмын. Жалпы әр ел өзінің ұлттық құндылығын, өнерін өте қатты жақсы көреді. Және де біз барынша осы атадан балаға келе жатқан асыл мұраны аманатқа қиянат жасамай, келешек ұрпаққа жеткізе ала білуіміз керек. Тек қана ұлттық өнерде емес, жалпы барлық құндылықтарды. Қазақта не көп? Қазақта құндылық көп. Тазалығы бар, кішіпейілдігі бар, мейірімділігі бар, қонақ жайлығы бар деген сияқты. Айта берсем таусылмайды. Сол сияқты барлық құндылықтарды біз барынша дәріптеп жүрсек, құндылықтарымыз мәңгі жасайды деп ойлаймын. Назарларыңызға рахмет.